өзімізге бір есеп беретін, мүмкіншілік болса зекет бере алатын адамдар зекеттерін беретін. Ол түні қатты суық болмайды, ол түні қатты ыстық болмайды, ол түні қиямет қайым болмайды. Бұл түнді жіберіп алмаңыздар, бұл түнге арнайы жуыныңыздар. Жер бетіндегі топырақтың түйіршігінен де көп періштелердің түсетіндігі жайында риуаяттар бар. Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Қадірменді бауырлар, бүгін Құдай қаласа YouTube арнамызда өздеріңізбенен қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Өйткені бүгін өте керемет хабар. Аллаху субхана ва тағаланың жер бетіне нығметінің, хайрының, берекетінің жауатын, жылына бір рет адамзатты Аллаху субхана ва тағаланың өзі қуантатын Рамазан айымыздың ішіндегі соңғы 10 күніндегі Алланың рахметі менен берекеті, мейірімі түсетін Лейлатул Қадр түніне байланысты маңызды ақпаратпен бөліскіміз келеді. Алла тағала бұл күннің қадір қасиетін сезіне алуды және осы түнмен қатар өзіміздің дүниеміз және ақыретіміз үшін лайықты болған дұрыс құлшылық жасай алуымызды, екі қолымызды жайып Аллаху субхана ва тағалаға мінәжат жасай алуымызды және міндетті түрде сауаптарымыз артып, күнәларымыз кешіріліп, тозақтан құтылған пенделердің қатарынан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Қадірменді бауырлар, Алла тағала бұл түнді ардақтайды. Аллаға телеп айтып атқан себебіміз Құранда арнайы басы бар, соңы бар, белгілі бір дәрежеде Алла тағала қадір түніне байланысты бір сурет түсіреді. Білеміз, кейбір мәселелерге байланысты біз кейде тек аяттар оқимыз сүрелердің ішінен. Мысалға, осы Рамазан айына байланысты Құранның сүрелерінің ішінде бірнеше аяттар ғана бар. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Мысалға, бір үлкен сүренің ішіндегі бір бөлігінде ол Рамазан айы күні саған Құранды түсірдік деген секілді. Болмаса, Я юхалладина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин қабликум лааллакум таттақун. Садақаллахул азим. Алла тағала оразаның парыз екендігін баяндауы үшін бізге осы бір үлкен сүренің ішінен бір аят айтады. Ей иман келтіргендер, сендерден алдыңғыларға оразаны міндет қылғанымыз сияқты, сендерге де оразаны міндет қылдық. Бәлкім тақуалық қыларсыңдар, бәлкім әдепті боларсыңдар секілді. Ал енді қадір түні мәселесіне келген кезде арнайы аты да осы қадір түніне сәйкес Лейлатул Қадр деген арнайы бір сүрет түсіреді. Сүреде Аллаху субхана ва тағала оқиға баяндайды. Бұл қадір түнінің, бұл түннің маңыздылығы, артықшылығы, ерекшелігі, бұл түннің ішінде жасалатын құлшылықтардың қанша еселенетіндігі жайында Аллаху субхана ва тағала терең баяндайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында біз ол Құранды қадір түні күні түсірдік дейді. Алдында Рамазан ай басталған кезде шахру рамадан аллази унзила фихил Құран дегенде жалпылама аяттың ішінде айтқан болатынбыз. Жалпылама айдың ішінде айтқан болатынбыз. Шахру рамадан, Рамазан айы ол сондай бір ай, унзила фихил Құран, сол айдың ішінде Құран түсірілді. Ал енді Қадір сүресіне келетін болсақ, Аллаху субхана ва тағала бұл сүренің басын да осымен бастады. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Рамазан айының ішінде Құран түсті дедік қой. Енді осы Құранның түскені нақты бір уақытын белгілейтін болсақ, онда міндетті түрде инна деп атыр. Шын мәнінде расында ол Құран Қадір түні күні түсті. Яғни Қадір түні Рамазан айының ішінен бір түн. Лейлатул Вама адрака ма лейлатул қадр. Қадір түнінің қай түн екенін білесіз бе деп Алла тағала қайтадан сұрады. Неге бұлай сұрады? Тәпсірші ғалымдарымыз барлығы бір ауыздан не дейді? Бұл сендерге Қадір түні күні Құранды түсірдік, Қадір түнінің не екенін білесіңдер ме
деген сүренің, яғни аяттың екінші қайтадан қайталап келуі бұл қадір түнінің дәрежесін көтергендігі. Яғни сізбен бізге не деп жатыр? Байқаңдар, сондай бір керемет түн келді, осы түннен айырылып қалмаңдар. Нығметтерге толы бір керемет сізге мүмкіншілік келді, өзіңіздің науқаныңызды жіберіп алмаңыздар. Бұл аяттың негізгі мағынасы сол. Және одан кейін әрі қарай нығметті тоқтатпай Алла тағала былай дейді: Лейлатул қадри хайру мин альфи шахр. Яғни бұл мәселеге сағаттап отырып әңгіме айтсақ болады. Аллаху субхана ва тағала өзінің пендесін қаншалықты жақсы көретінін осы жерден түсінсек болады. Бұл аяттың түсуіне себеп болған мынандай бір оқиға бар. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының жанында отырып, өзінен алдыңғы өмір сүрген қауымның ішінен бір топ немесе бір жігітке немесе бір топ жігіттерге байланысты маңызды үлкен бір ақпараттар беріп жатты. Сол кезде сендерден алдыңғы өмір сүрген қауымның ішінде сондай бір адамдар бар еді. Олар сондай бір мықты еркектер еді. Өйткені олар өзінің өмірінің белгілі бір бөлігін, яғни ұзын уақытын құлшылыққа арнайтын, осындай ұзын бір уақытын, көптеген уақыттарын оразаға арнайтын, көптеген уақыттарын джихадқа арнайтын деп, мұсылманның өмірі жетпейтіндей дәрежеде ұзақтықта осындай бір насихат айтты. Бұған таң қалған сахабалар бір-біріне қарап, іштерінен былай деді ғой енді: біздің орталама өміріміздің өзі бір 60-70 жылдың төңірегінде. 70 жыл өмір сүрген бір адам 150 жыл бойы құлшылық қалай жасауы мүмкін? 80 жыл бойы джихад қалай жасауы мүмкін? Бұл бізге тән болмаған, Алла тағала бізге бұндай нығметтерді бермеген бір үммет екенбіз деген ішінде бір осындай ой келе бастады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Аллаху субхана ва тағаланың тарапынан осы аят түсті: Лейлатул қадри хайру мин альфи шахр. Алла тағала сендерге абзал етіп осындай бір түнді берді, бұл түн 1000 айдан хайырлы деді. Үнемі отырған жерімнің бәрінде айтам, 1000 ай деген сөз 83 жыл 4 ай уақыт алады екен. Ал енді бір адам 14 жастан бастап немесе 15 жастан бастап балиғатқа толды десек, 60 жыл өмір сүреді десек, сонда 44-45 жыл не істейді екен? Ол қадір түніменен бірге бетпе-бет келеді екен. Әр қадір түнінде, шын мәнінде қадір түніне тап болған күйде Алла тағалаға мінәжат құлшылық жасай алатын бір пенде, қараңыз, 83 жыл 4 айды 65-ке көбейтетін болсаңыз, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мақтап атқан әлгі қауым 80 жыл ораза ұстайды, 80 жыл, 150 жыл джихад жасайды деп атқан қауымнан да өте көп есе, немесе Нух алейхиссаламның заманында өмір сүрген 500 жыл, 600 жыл өмір сүрген қауымнан да жоғары дәрежеде құлшылық жасаған адам болып тірілуге мүмкіншілік бар екендігін көрсетеді. Аллаху субхана ва тағала өзінің абзал етіп жаратқан пендесін Алла тағала қор қылу үшін жаратпады. Дүнияда қиыншылықтарға тап болу үшін жаратпады. Дүнияда оны азаптап қою үшін жаратпады. Дүниядағы жаман әрекеттеріне қарсы ақыретте де оны түбегейлі азаптау үшін жаратпады. Аллаху субхана ва тағала пендеге ақыл берді да, ақылға кішкене назар сал деді. Ақылыңменен ойлан, айналалардың барлығын таразыға сал. Осы мәселелерді ойлана отырып, өзіңнің шығатын жолдарыңды іздеп тап деді. Ассаламу алейкум, қадірменді біздің тұрақты көрермендеріміз. Білесіңіздер, алдымызда Рамазан. Рамазан айында ораза ұстаудан кейінгі ең абзал амал ол Құран оқу. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Аллаху субхана ва тағала осы Рамазан айының ұлық болуының себептерінің бірі ретінде Құран түскен ай деді. Сол себептен бүкіл дүнияның мұсылмандары Рамазанның кірісіменен бүкіл істердің барлығын тастап, Аллаху субхана ва тағала менен Құран арқылы сөйлесуге мүмкіншіліктер ала бастайды. Осыны ескере отырып, сіздерге Ағарту академиясы қолыңыздағы ұялы телефонның негізінде керемет бір қосымшаны орыс және қазақ тілінде Құран әліппесі, тәжвид және жүргізіп оқуға байланысты үлкен бір еңбек жасап шықты. Мына Ағарту академиясының парақшасындағы сілтемеге өту арқылы өзіңіз Құран деп қалдырсаңыз, міндетті түрде сіздерге Құранға қатысты барлық ақпараттардың барлығын беретін боламыз.
Аллаху субхана ва тағала түсірілген нығметке толы Рамазанын Алла тағаламен сөйлесу арқылы өте керемет деңгейде өткізсеңіз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтетін жылы Жәбірайыл алейхиссаламға 2 рет Құран хатым жасаған. Және арасында осындай керемет науқандар берді. Рамазан айын берді бізге. Егер бізде осы Рамазан айы болмағанда, біздің денсаулығымыз 60 жылға да жете алмайтын еді. Рамазан айларының ішінде арнайы қадір түні деген түндерді берді. Егер бұл түндер болмағанда, біз күнәларымыздан құтыла алмайтын едік. Біз сауаптарымызды осындай дәрежеде еселей алмайтын едік. Аллаху субхана ва тағала бұныменен нығметін тоқтатпады. Сүренің ар жағында таназзалул малаика. Міне осы түні Алла айтады, аспан денесін ашамыз. Және жерде ешбір қызметі болмаған періштелерді де жердің бетіне түсіреміз. Таназзала деген сөз бірден түсу мағынасын бермейді. Яғни таң атқанға шейін бірінің атынан бірі. Сізге түсінікті болу үшін былай айтайын. Мысалға түніменен қар жауса, немесе түніменен жаңбыр жауса, жаңбыр, қар жауған кезде сіз бірінің артынан бірі келіп жатқан қарларды көргенде таң қаласыз, мына толассыз қар жаудау, таң атқанға шейін мына жердің бәрін басып кететін болды деген сияқты осындай ойға келесіз. Мен сізге көрілетін нәрселерменен түсінікті болсын деген мақсатта айтып жатырмын. Қадір түні күні таң атқанға шейін бірінің артынан бірі жаңбыр немесе қар жауғаны сияқты жер шарын түгелдей періштелер толтырады екен. Астын сызып мынаны айтқым келеді. Періштелер нұрдан жаратылған. Бұған байланысты бізде өте көптеген хабарлар бар. Нұрдан жаратылған періштелердің қаншалықты жарық беретіндігі, оның нұрының жарық көлемін есептеу мүмкін емес. Мына жерде жанып тұрған әрбір жарықтың барлығының, тіпті осы Алматы қаласында жанып тұрған жарықтардың барлығының қанша киловатт алатынын, қанша ауданда жарық беретінін барлық нәрсе есептелген. Және соған сәйкес есептеліп, олардың қаражаттары төленіп, олардың барлығы біздің Алматыға осынша дана жарық жетеді деген осындай бір шешімдер шығарылады. Бірақ Аллаху субхана ва тағала жаратқан періштелердің қаншалықты дәрежеде, қанша періште түсетінін білмейміз бір, және олар қаншалықты көлемде жарық беретінін оны да білмейміз. Яғни қысқаша мына нәрсені айтқым келеді. Жер шары түгелдей осы түнде нұрға айналады. Жер шарының нұрға айналуы сізбен бізге не пайда береді деп ойлауыңыз мүмкін. Жер шарының нұрға айналуы жер бетіндегі жасалған құлшылықтар мен дұғалардың толықтай Алланың хұзырына көтерілетіндігі, ешбір дұға жерде қалып қоймайтындығы, ешбір пенде назардан тыс қалып қоймайтындығы. Бұл соның кепілі ретінде Аллаху субхана ва тағала бұны бізге баяндап жатыр. Астынсыз мынаны айтқымыз келеді. Жер бетіндегі топырақтың түйіршігінен де көп періштелердің түсетіндігі жайында риуаяттар бар. Қалған нәрсені өзіңіз тағайюл етіңіз. Аллаху субхана ва тағала бұнымен де нығметін шектемеді. Сонымен қатар таназзалул малаика ва рух. Жер бетіне періштелер түседі, және періштелермен бірге Жәбірайыл алейхиссалам түседі. Ғұламалар осы аяттағы мына мәселеге байланысты пікір таластар тартысады. Мысалға, періштелер түсті және Жәбірайыл түсті деген жерде, яғни Жәбірайыл де періштелерден болған бір періште емес пе? Оны арнайы және менен бөліп айтудың маңыздылығы мен ерекшелігі неде? Өйткені періштелердің келіп түсіп кетуіне Аллаху субхана ва тағала ешбір тыйым салмаған мүмкіншіліктер берген. Ал енді кейбір періштелердің жерде ешбір қызметі болмауы мүмкін. Мысалға Жәбірайыл алейхиссалам сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өтуіменен, яғни ең соңғы пайғамбардың қызметінің тоқтауыменен Жәбірайыл алейхиссаламның да қызметі тоқтаған. Жәбірайыл періште білесіңіз, Алла менен пайғамбардың арасындағы уахиді хабарды тасушы періште. Бірақ Алла тағала сізбен бізді өзінің рахметіне бөлеп, өзінің қамқорына алып, өзінің мейірімділігін төгіп, пайғамбарымыздың үмметіне жылына бір рет қадыр түнінде Жәбірайыл алейхиссаламды түсіруге осындай бір мүмкіншілік берген.
басқа бір ешбір пайғамбардың үмметіне нәсіп болмаған ұлы бір нығмет. Аллаху субхана ва тағала біздің қамымызды, біздің уайымымызды жақсы білгендіктен аяттың, яғни сүренің соңы мына нәрсемен аяқтайды. Қадір түнінің ана фәжірге шейінгі, таң бозарып атқанға дейінгі барлық тыныштығын, амандығын, есендігін мен өзімнің кепілдігіме алам дейді. Бұл таң намазы сияқты, бұл жұма намазы сияқты, бұл асыр намазы сияқты күндіз болатын бір құлшылық емес. Аллаху субхана ва тағала бізді түнге шақырып тұр. Түн білесіңіз, адамдарға тыныштық үшін, түн адамдарға демалу үшін, ұйқы үшін жаратылған. Бірақ жылына бір рет Аллаху субхана ва тағала өзінің Құранында бір түнде ұйықтамауға шақырады бәрімізді. Бұл жердегі біз бір жыл бойы түнде ұйықтап келген адам бір мезетте түнде ұйықтамауға шақырған кезде кейде уайымдаймыз. Әр түрлі уайым келуі мүмкін. Түн тыныштық ұйқы үшін берілген түннен Алла тағала бізді өзіне мазалап алған кезде ол түннің кепілдігін де, амандығын да, есендігін де өзіне алды. Өйткені ол түні қатты суық болмайды, ол түні қатты ыстық болмайды, ол түні қиямет қайым болмайды, ол түні аспан жерге айналмайды, топан су қаптамайды, жел болмайды, дауыл болмайды, ұрлық болмайды, еш нәрсе болмайды. Сәламун хия хатта матлаил фajr. Таң бозарып атқанға шейін, яғни фәжір болғанға шейінгі сол түндегі есендік пен амандықтың барлығын Алла тағала айтады, мен өзімнің кепілдігіме аламын. Яғни қысқашасы, қадір түніне Алла тағала неге осыншалықты нығметтерді толтырды? Неге ол түннің тыныштығын өзінің кепілдігіне алды? Неге ол түндегі құлшылықтарды соншалықты еселеді? Неге аспанды ашты? Неге ең өзінің абзал жаратылыстарынан болған періштелерді түсірді? Неге жерде ешбір қызметі болмаған Жабраил алейхиссаламды түсірді? Бұл әр қайсыңызға ойланатын маңызды мәселе деп ойлаймын. Аллаху субхана ва тағала осы Рамазанның соңғы 10 күнінде қадір түніменен бетпе-бет келген және оның маңызын, мәнін, қадірін түсіне алған және соған лайықты құлшылық жасай алған, Аллаху субхана ва тағаладан кешірім сұрай алған және маңдайымызды сәждеге қойып дүниядағы жасаған қателіктеріміздің қарымтасын және жасаған хайырымыз, жақсылықтарымыздың да қарымтасын бүгін еселейтін, қарайтын, өзімізге бір үңілетін, өзімізге бір есеп беретін, мүмкіншілік болса зекет бере алатын адамдар зекеттерін беретін, мүмкіншілігі болса хайыр садақаларын беретін адамдардың садақаларын беретін, адамдарменен арадағы келіспеушіліктері болып қалған адамдардың бір-біріне болмағанда қоңырау шалу арқылы мен сені жақсы көрем, мені кешірші, менің қателіктерім болса мені кешір, ренжіткен жерлерім болса мені кешір деп бір-біріңізге жоқ дегенде телефон салатын, мүмкіншілік болса бір-біріңе зиярат ететін осындай бір Алла тағала тарапынан керемет түн түсті. Бұл түнді жіберіп алмаңыздар, бұл түнге арнайы жуыныңыздар және мейлінше таза болса жаңа, болмаса ескі киімдеріңізді де жуған күйде киіңіздер. Белгілі бір мезетке мешітке барыңыздар. Өйткені таза болуымыз қасымызда тұрған адамдардың емін-еркін құлшылық жасауына кедергі бермес үшін, үстімізден ешқандай иістер шықпасын, керісінше жақсы иістерменен себініңіздер. Мейлінше, шамамыз келгенше мүмкіншіліктерді жасап мешіттің ішінде болыңыздар. Мешіт қатты толып кеткен, адамдар сыймай жатқан болса, әлбетте басқа адамдарға орын беріңіздер, басқа мешіттерді аралауға тырысыңыздар, туыстарыңызды араларыңыздар, бір-біріңізге дұға жасаңыздар, бір-біріңізге жақсылықтар жасаңыздар, мейлінше құлшылық жасаңыздар. Осы нәрселерменен Аллаху субхана ва тағаланың алдында дәрежеңіздің өсуін Алла нәсіп етсін. Рамазанның, яғни қадір түніне арналған арнайы бір құлшылықтар бар ма? Әлбетте бұндай арнайы құлшылықтар жоқ. Ғалымдардың арасында басым көпшілігі бір адам қадір түніменен кездесіп қалса, қадір түнінің түгелдей нығметін алған адам кім деген кезде, кім құптан намазын жамағатпен оқса, сол жерде тарауих намазын жамағатпен оқса, және мүмкіншілік болса таң намазын жамағатпен оқи алса, және тарауих намазымен, яғни құптан намазыменен таң намазының ортасындағы Алланың нығметке толы
уақытында екі қолын жайып Алладан мінәжат ете алса, дұға сұрай алса, кешірім сұрай алса, осы адам бір қадір түнінің толық нығметтеріне кенелген адам болады деген ғалымдардың осындай тұжырымдамасы бар. Алла тағала осыны сезіне алуды және осы түнде өзімізді осыған қарай бағыттай алуды, басқа мәселелердің бәрін бір шетке қойып, осы түнде үлкен науқан екенін, үлкен күнәларымыздың кешірілетінін, тозақтан құтылатынымызды, жәннатқа мүмкіншіліктердің ашылатынын сезіне алуды баршамызға Алла нәсіп етсін. Уахир дағвана алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу ала ашрафил мурсалина ва ала алихи ва сахбихи аджмаин ат-тайибин ва ат-таһирин. Салаватуллахи алейхим аджмаин. Аллахумма салли ала